Өмірде мынадай парадокс жиі кездеседі. Қатты күткен нәрсе прям осы маған болады ау, осы келеді ау маған деген нәрсе келмей қалады. Бұл жерде себеп ғалам заңдылықтары тұрғысынан айтатын болсам, себеп мынау екен: біз аса маңыздандырып жүрген кезде қандай да бір затта бізге оның келу жолы қиын болады. Өте қатты бір затты қалаған кезде біздің санамызда менде мынау жоқ, маған осы керек, менде жоқ деген дефицит күй бізден сигнал болып шығып ғаламға барады екен. Бүкіл әлемнің коучтары айтады ғой: егер саған қатты ақша керек болса, менде ақша бар, мен баймын деп айта бер. Немесе сенде жоқ ақшаға, менде бар болған үшін шүкір айтамын деп Құдайға алғыс айта бер дейді. Бұл жердегі ең маңызды білу керек нәрсе: бүкіл ғалам кванттық өріс бізден үнемі состояние түрінде сигнал күтеді. Яғни біз жоқ, менде мынау жоқ деген дефициттік күйді жіберсек, біз жоқшылығымызды ұлғайтамыз. Ал өмірде кейде мынандай жағдайлар болып жатады: біз бірдеңеден қатты қорқып, ол болмайды ау деп қолымызды бір сілтеген жағдайлар бізге болып жатады. Бұл жерде де осы заңдылық жұмыс істейді. Біз қорқынышпен бетпе-бет келген кезде трансформация жүреді, ішкі трансформация. Уже бізде жеңілдік, рұқсат беру пайда болады екен. Сол нәрсеге жабысу деген болмайды. Біз бір нәрсеге қатты жабыссақ, соны өзімізден итереміз. Ал бір нәрсеге жеңіл қарасақ, ол уже бізде бар сияқты спокойно қарасақ, онда біз соны өмірге тартады екенбіз.